Рахмет. Келесі сөз кезегі техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстанның құрметті жолшысы Құлманов Қалижан Серікұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ жұрты, қазақ елінің бүкіл қайыр болса да қазақстандық біздің азаматтарымыз бүгінгі күн, керемет күн, мына 31 қаңтар қыстың кәдімгі шілде кезінде қазақтың мықты қыздарының еңбегі жанатын кезде Салтанат қызымыздың бүгінгі тамаша кітабының тұсаукесері болып жатыр. Тұсаукесердің орнын таңдаудың өзі үлкен шеберлік деп ойлаймын. Мына астына келсеңіз, біздің орталық музейде қазақтың тарихын осыдан бірнеше ғасырға дейін тереңдеткен біздің алтын адам тұрған жер бұл. Бұл жерде талайдың ізі жатқан, талайдың рухы, қонаев аталарымыздың рухы ізі жатқан орталық музей, осы музейде кітаптың тұсаукесері өтейін деп жатқаны үлкен шара деп ойлаймын. Ал енді қызымызға келетін болсақ, қазақтың қыздары талдырмаш болса да бойында небір мықты қайсарлық бар екенін білесіздер. 86 жылы ана тұрған алаңда да қыздардың мықтылығын көргенбіз. Кеше қаңтарда да қыздардың бірінші алға шыққанын көрдік. Оны еркекбасымыз кейде мойындауға тура келеді. Сондай қыздың біреуі мынау Салтанат. Салтанаттың өзінің творчествода жүрген салаларының өзі бірнеше. Салтанат ақын, Салтанат аудармашы, Салтанаттың жазатын әңгімелері де бар. Сонымен бірге қазір соңғы жылдары бірнеше киноларда түсіп жүрген актер, белгілі актерге айналып келе жатыр. Ал енді әкеге сағыныш деген қыздың бойындағы табылатын үлкен қасиет, қыз әкесіне тартса бақытты болады деген тағы да қазақтағы тамаша теңеу бар. Сондай бақытты біз Салтанат қызымызға тілейміз. Ал енді әкең мен шешең бар кезде қалыпта жүрген қыран сияқтысың. Ал егер біреуі кетіп қалатын болса, онда бір қанатпен шығуға тура келеді. Ал екеуі кетіп қалатын болса, онда жаяу жүргенмен тең дейді. Көрдіңіздер ме? Әке менен ананы қазақ қалай теңеу тапқан. Ендеше біз Салтанат қызымызға әкесінің артынан сол кісінің тәрбиесін, барлық қадір қасиетін кітапқа сыйғызып, жас ұрпаққа беріп жатқанына қуаныш етемін. Қазір жасыратыны жоқ, әлемде үлкен тартыс жүріп жатқан кезде біздің ұлтымыз, қазағымыз, қазақ еліміз, байтақ даламыз өзіміздің мәңгілік елге айналу үшін біз сияқты базардан қайтып келе жатқандар емес, жас ұрпақты тәрбиелеу керек. Жас ұрпақтың бойына, қанына, жүрегіне ұлтымыздың барлық қадір қасиетін сіңдіруіміз керек ағайын. Оны қалай сіңдіреміз? Оны интернетпен сіңдіре алмайсың, ұялы телефонмен сіңдіре алмайсың. Оны тек қана әнмен, өлеңмен, жүректен шыққан сөзді жүрекке құю арқылы жеткіземіз. Ендеше Салтанаттың таңдап алған жолы өте керемет. Жас ұрпаққа, ертеңгі біздің елімізге, жерімізге еге болатын ұрпаққа өзі сөзін жазып, әнін жазып, соны орындауға қандай керемет осыншама баламыз, қыздарымыз, бүлдіршіндеріміз келіп, апайымыздың әнін мен орындайын деп таласып жатқанына. Үлкендеріміз бата беріп тұрса, сол батаны қабылдап, артымыздан келген кішкентай шәкірттеріміз, балаларымыз, ұрпағымыз сол батамен көгеріп жатса, қазақтың мәңгілік ел болатыны айдан анық ағайын. Рахмет.